Жаңаөзен қаласы нөмір 21 жалпы білім беретін мектептің география пәні мұғалімі Нұрғалиева Марал Есетқызы. Біздің бүгінгі алған тақырыбымыз ыстық бұлақ. Маңғыстауда соңғы жылдары туризм қарқынды дамып келеді. Бұл ең алдымен Каспий жағалауы мен табиғатымыздың әсем көркем жерлері және де олардың жұмбақ сыйларына байланысты. Сондай сыйдың бірі осы көріп тұрған ыстық бұлақ. Бұл ыстық бұлақты туризм сауықтыру орталығы ретінде пайдалансақ болады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұйрығымен енгізілген 10 бағдарламаның бірі Жасыл Қазақстан. Жасыл Қазақстан бағдарламасын негізге ала отырып, осындай орындарды жандандырса дейміз. Бұлақтың бір ерекшелігін айта кетсем, бұл табиғи, өзі табиғи ағып тұрған бұлақ. Біздің дүние жүзінде көптеген сауықтыру орталықтары бар, жасанды, яғни ол дегеніміз қолдан жасанды ыстық бұлақтарды пайдаланады. Ал бұны қарасаңыз, өзі табиғи, барлық жағынан табиғи ағып тұрған бұлақ. Ассалаумағалейкум, әлеумет халықтар. Мен осы Маңғыстауда туып өскенмін, ұруым Ескелді. Ескелдің ішінде доғалымын, доғалдың ішінде бәйдісімін. 1948 жыл туғанмын, Тотонда. Ялғыстауым бекеттің Ақсай, әкем жылқы бағумен өткен. Менің әкем Түркөбай деген кісі 1910 туған, 39 армияға кетіп, соғысты болған. Ленинград, Баутум, Сухум, Литве деген қалаларды азат еткен. Катюша дейтін пулемет татқан, Жек Турап деген пулемет татқан, содан снайперға да болған, Украинасы екінші фронтта болған. Содан екінші группа өндебайт болып, 44-тің аяғында 41-тің орта жерінде соғыстан келген. Содан 46 жылы Кавровский деген колхоз бар, яқты еусіңіз бар, Тамтал деген жер қазір халық түсіп атқан. Сол жерде сентірі болды, сол Кавровский колхозын жылғысын бақты. 70 жылы пенсияға шықты. 2097 жылы 5 күн ауырып қайтыс болды. Ана дүбенің басына жерледік. Кемпірі Жәнес деген 1927 жылы туған адам. Ұрығы Тоқабайдың қызы, Торам Серікбайдың апасы. Облыста әкім болған. Содан мен 1968 жылы өтшеге көшіп келдік. Августтың 10 күні. Сол мұна Пантанда әуелді мұны Қарақия қазған. Сол мұна жердің аты Қызылғым дейді. Мұна осы Пантан тұрған жерді Ашшығып дейді. Сол мұна Жаңайлар, Тоқабайлар менің әкемді келеміз дейді. Бұл Түркөбай Пантан деп ат қойған әуелді халық. Содан мұна Қотырға ем. Сосын пісер өз бәлемен Қотыр жара. Соған ем өзім көзіммен көріп. Сосын мұна көзіңді сабында жусаң, байтығында соған ем, сосын Геморойға ем, Қотырға ем, Желікбейді, жазығы түседі. Сосын орыстар жаңа ішқылысына, мұна үлкен баяғыда Қырлович тақамен жаңағы асып тұрған жерінен сылай су ішеді, гәсетті ем деп. Мұзда ішкен аузын шағы болады, сылай ішкен дымда қалмайды. Сосын төмен жағында Қарабалтыға бар. Осы 10 жылдың шамасында Ұрығы Тәттемірдің Сәуле Қажы деген кісі осы Пантанды алды. Әуелде кішкентай болып тұреді. Сондан жағының бәрін қоршап, үй салып, сонан халық соған түсіп, жаңағы таксиге кейін дебелін төлейді. Сондай, сонан сол Сәуле кейін қылып, үй салып, басына жаңағы кішкентай столовый сияқты қойды жазда, қазір енді қыс айында жоқ қой. Сонан біраз халықтың соғуына қалды. Қазір басына свет келіп тұр. Сосын біздің Маңғыстаудың халқы деген Сарыағашқа, Жаңақорғанға шұбырады ғой. Мына алтының қолда барда кәдірі жоқ деп, мына Пантанды көбі менсінбейді. Мен анда-санда бір 7-8 күнде барып түсіп, сонда
өздерің сияқты балдар келіп шығады, қаяқтың Астананыкімін дейді, Петропавлдікімін дейді, Атыраудікімін дейді, Оралдікімін дейді, осы пантан қай сенің міне яқты Сарыағашың менен Жаңақорғаның қай дейсі, қой аға бұл осыдан артығы жоқ деді. Сондай бұл пантаның жағдайы жинағым. Иә, сондай сол шілденің ішінде арақ ішіп түскен адам болса, оны тұла бойына сергіп береді, ауырып қалады, 15 минут, 20 минут түсіп, сосын демалып, шай суын түсіп, қайта түсесің. Бұл пантаның жағдайы солай. Мына менің жаңа әкемнің қайын жұрты келен мына Толқобай, Шоңайлар, Баубөктер, Кереметшілер, Түркөбай пантанды. Бұл негізі Түркөбай дейтін пантан. Бұл негізі аты. Біздің әкеміздің аты. Менің әкем сол 80 жасында қайтыс болды, денесі ауыратын еді. Ана жерде төмендегі балшыған үйге келіп, мына ешкі тас үйді. Соны мәшинеге жылтып, мына балдарына тартқызып, соны денесі жазылып, халыққа айтып, соның бұл пантан іске асып кеткен. Ал пантаның жағдайы солай. Бұл 68 жылы қазылған, 68-ден бері атып, қотқа кетіп жатыр. Кімдер қазды ең бірінші? Қарағия қазды. Қарағия. Үш жерден аварияға түсіп, мынау 1600 метрден аттыр ма пантан. Қасында барсаң, мына судың ішінде мынандай жұбан тұрып отыр. Бұл жерден қазғанда авария болып, мынаған бітіп, мына жерден қазғанда баяғы тұрбаларға соғып, сонымен бұны жауып кеткен. Сонымен бұны қазір мына Сәуле Қажы деген қарындасымыз е. Өз жерде мына көзіміз бар ғой, білетін жасымыз. Иә, Саламат Мұқашевтың әкесі келіп түсті, облыс болған жылы. О жерден бәрі келіп түсіп жатыр. Иә, Дариға келіп осыған қонақ болып, Дариғаның ана бара шайын құйып берді, келініміз анау етін турап берді, келініміз шайын құйып берді. Дариғамен табақтас болдық. Ішінде Тұрғанбай болды, мына бекеттің шырақшысы, әйелі болды ішінде. Сондай болды шырағым. Жолдарың болсын, Аллаға.